Сәлем достар, қалдарың қалай? Достар, мен бүгін сіздермен үнді тамағының рецептімен бөлісемін. Өте дәмді, өте тойымды, өте жасалу жолы өте оңай. Міндетті түрде жасап көріңдер. Ол үшін ең алдымен етімізді майда кубик етіп тураймыз. Пияз, сәбіз, картошка, капуста. Осының бәрін майдалап кубик етіп тураймыз. Содан соң қызып тұрған майға етімізді салып қуырамыз. Етіміз қуырылып болғанда пиязды салып тағы қуырамыз. Жақсылап араластыра отырып, сосын сәбізді саламыз. Тағы да араластырып, жақсылап қуырып отырып, капустаны саламыз. Капустаны көбірек сала берсеңіздер болады, өйткені ол басылып кетеді, азайып қалады. Сосын картошканы саламыз. Тағы да араластырып, қуырмалап отырамыз. Содан соң тұзын, дәмдеуіштерін салсаңыз болады. Ең соңында помидорды майдалап турап, оны да кубик етіп турап саламыз да, араластырып. Бір қасық томатты қосып, араластырып, суын құямыз. Суымызды кішкене подливамыз, батар-батпайтындай етіп құямыз, көп құймаймыз. Негізі томатсыз да, помидорсыз да жасасаңыздар болады. Маған томатпен ұнайды, сол үшін осылай жасап жатырмын. Содан соң етіміз пісем дегенше, подливамыз пісем дегенше, бір зуала қамыр илейміз, бір күлше қамыр. Қамырымыз қатты болғаны дұрыс. Бешбармақтың қамыр сияқты болғаны дұрыс. Қамырымызды кішкене демалдырып қойып, содан соң жұқалап жаямыз. Қамырымызды жұқалап бір тегіс етіп, бешбармақтың қамыры сияқты жайғаннан кейін өсімдік майын жағып шығамыз. Қолмен әдемілеп бір тегіс етіп жағып шығу керек. Майымызды жағып болғаннан кейін қамырымызды кесіп шығамыз. Бешбармақтың қамыры сияқты төрт бұрышты етіп кесіп шығамыз. Содан соң қайнап тұрған подливамыздың үстіне осы қамырларымызды саламыз. Әдемілеп біртіндеп жаймен салып шығамыз. Кейбіреулер бұл қамырын бөлек мантоваркаға пісіріп жатады. Мен бірақ олай жасамаймын. Мен осылай подливаның үстіне сразу үстіне қойып, қамырымды солай пісіремін. Қамырымызды осылай салып болғаннан кейін астын басып, қақпағын жауып, 20-25 минутқа бұқтырып қоямыз. Мына осылай болып піседі. Содан соң қамырларымызды жаймен қасықпен осылай алып, ыдысымызға, тарелкаға, блюдаға салып, әдемілеп жайып салып шығамыз. Қамырымыз алынады, жабыспайды бір-біріне. Содан соң бетіне подливамызды салып, жейміз. Өте дәмді, өте тойымды. Достар, міндетті түрде жасап көріңдер.
Егер етіңіз бітіп қалған болса, етсіз жасасаңыз да бұл тамақ өте дәмді шығады. Достар, видео ұнаса лайк басамыз. Қоңыраушаны басып тіркелеміз. Комментарий жазамыз. Және достарыңызбен бөлісеміз. Рахмет.